Ежелгі грек-рим философиясының кезеңдері. Бірінші кезең – Сократқа дейінгі немесе иониялық кезең. Ежелгі грек ойының натурфилософиялық кезеңі негізінен табиғатты зерттеуге және оның түсінуге арналды. Бұл кезеңдегі натурфилософтар табиғаттан оның бастауын немесе архе іздеді. Плюралистер бағытының ішінде екі философ болған, олар Эмпидокл мен Анаксагор. Егер алдыңғы ғасырларда философияға негізінен монизм, біртұтас архе тән болса, онда біздің дәуіріміздің дейінгі 5 ғасырдан бастап плюралистік тенденциялар пайда болады. Плюрализм ол әлем көптеген негіздерден тұрады деген бағыт. Көрнекті плюралистердің бірі ежелгі грек философы, дәрігер, шешен Эмпидокл болды. Ақ сүйектер әулиетінен шыққан Эмпидокл сонымен бірге қоғамдық құрылымға толығымен демократикалық көзқарастарды ұстанды. Эмпидокл философиясы бойынша бүкіл әлем ешқашан пайда болған емес және ешқашан жойылмайды. Өйткені ол 4 өзгермейтін негізгі элементтердің жер, су, от және ауаның қосындысынан алынған. Барлық 4 элемент бір-бірімен үздіксіз қозғалыста және өзара әрекетте болады. Алайда Эмпидоклдың пікірінше бұл 4 элемент бір-бірінен тәуелсіз әрекет ете алмайды. Олар өзара әрекеттесу үшін екі белсенді принциптен энергия алады. Олар махаббат және дұшпандық. Махаббат дегеніміз су элементтеріне сәйкес келетін филея деген сөз. Ал дұшпандық от элементтеріне сәйкес келетін нейкос деген ұғым. Махаббат энергиясы басым болған кезеңде әлем үйлесімді болады. Бірақ махаббатты дұшпандық алмастырған кезде жалпы көп түрлілік пен үйлесімділіктің жоқтығы дәуірі басталады. Осылайша Эмпидокл космологиясында бірлік пен көп түрлілік кезеңдері бірін-бірі алмастырады. Табиғаттың қарапайым болып көрінген түсіндірмесіне қарамастан Эмпидоклдың ғылыми интуициясы болды. Ол қазіргі ғылымда эмпирикалық растауды тапқан бір қатар идеяларды білдірді. Мысалы, жарық жылдамдығы өте жоғары жылдамдыққа ие, бірақ бәрібір жарық жылдамдығының шегі бар деп есептеген. Немесе дүниені қабылдау процесінде сезім мүшелерінің құрылымы маңызды роль атқарады деп есептеген. Сонымен қатар Эмпидокл жансыз табиғи материалдан тіршіліктің пайда болуының эволюциялық концепциясына ие. Сондай-ақ тіршілік иелері табиғатта жай ғана пассивті өмір сүріп қоймайды, олар үнемі тіршілік үшін күресте болады. Оның үстіне бұл күрестің өз мақсаты бар, яғни тірі ағзаларды жақсарту. Қорытындылай келе, Эмпидоклдың ғылыми философиялық мұрасы көптеген антикалық философтар мен ғалымдарға, әсіресе Платон мен Аристотельге айтарлықтай әсер етті деп айта аламыз. Плюралистердің тағы бір көрнекті өкілі Анаксагор. Анаксагордың философиясы нус деп атаған, яғни әмбебап ғарыштық ақыл идеясына негізделген. Нус бүкіл кеңістікті толтыратын белгілі бір гомеомерияларды, яғни әлемнің тұқымдарды, ұрықтарды қозғалысқа келтіреді. Анаксагор метафизикасында гомеомериялардың табиғаты мәңгі және олар бір-біріне айналмайды. Гомеомериялардың қозғалысы мен әлемдік ақылмен байланысы бүкіл ғаламды тудырады. Анаксагордың пікірінше, нус ең жоғарғы реттілік принципі. Нус тек механикалық күш ғана емес, сонымен бірге әлемдік тәртіптің не екенін білетін ұтымды принциптің бір түрі. Оның үстіне кемел болғандықтан нус әмбебап сұлулық пен үйлесімділіктің қайнар көзі болып табылады. Анаксагор сонымен қатар нус барлық тіршілік иелерінің құрамында болады деп есептеген.
Осылайша Анаксагор философиясы табиғатты түсінуге тағы бір елеулі үлес қосты. Оның мұрасы кейінгі дәуірлерде, атап айтқанда орта ғасырлық схоластиканың дамуына көрініс тапты. Анаксагордың арқасында Құдай әлемдік сәйкестендіре бастады.